Жәннаттың өзі осы үш сахабаны аңсайды дейді. Біріншісі Али радиаллаху анху, екіншісі Аммар ибн Ясир, ең бірінші шахид болған екі кісінің баласы. Үшіншісі осы Сальман әл-Фариси. Жәннат осы үш кісінің аңсайды дейді, жәннаттың өзі. Ойлаңызшы. Қашан келеді деп. Сальман әл-Фариси өзінің ислам дінін қабылдаған былай деп айтып береді. Мен өз сөзінің аузынан естейік, өзімнің келген хабар бойынша, әсер бойынша. Былай деп бастайды әңгімесін. Мен бір Асбахан деген жерде, Рама-Хурмуз деген ауыл бар, Иран жақта сондай бір аудан бар. Сол жерде Асбахан деген жерде Жайян деген ауылдан шыққан бір қарапайым кісі едім дейді. Әкем жермен айналысатын еді, шаруашылығы бар еді, мені қыздан артық өсірді дейді. Қамқорлығына алды дейді. Менің жұмысым тек қана үйдегі отты жағатын едім дейді. Мынау от не бар ғой, оттың табынатын отбасынан шыққан ғой негізі. Түсінесіздер ме? Мәжусилік болған ғой әкесі. Яғни үйлерінде от болады, сол отты үзбей жағып отыратын болған, өшірмейді. Түсінесіздер ме? Сол отты жағып отырам, басқа жұмысым жоқ дейді. Бір күні енді әкем маған былай деп айтты дейді. Балам, сен енді менің тірлігіме аралас. Мен ол бір жұмыстарым болып қалды. Барып шаруашылықты көріп кел деп мені жұмсады дейді. Сонымен жолға шығып кетіп баратқан кезде жолдан не көрген? Шіркеу көрген ғой. Поляға кетіп баратыр ғой. Шіркеу тың қоңырау ұрып тұр. Бұл не қылған нәрсе? Ішіне кіріп көрейінші дейді. Көшеге шықпаған бала қызығушылық танытады да барып шіркеуге кіреді ғой. Сөйтіп шіркеудің жаңағы епископ дей ма не дейді? Сол жердің қызметкері, поп деп қояды ғой. Сонымен жолығады ғой. Сөйтіп екеуі әңгіме, ана кісінің әңгімесі ұнайды. Ақиқатқа жақынырақта. Сөйтіп не келеді? Үйіне келеді ғой, әкесіне айтады. Әке, мен біздің дінімізден артық бір дін таптым дейді ғой. Әкесі ашуланады. Қаяқтан біздің дінімізден артық дін жоқ. Сөйтіп баласының бір нәрсе болғанын түсінеді дағыны, аяқ қолын кісендеп қояды ғой. Байлақ қояды. Сыртқа шығармаймын. Сонымен амалын тауып, ол кісі анау жүрекке түскен дән ақиқатқа бастаған алғашқы жолы ғой. Пайғамбарды қалай іздейді? Қараңыздар. Сөйтіп дағыны анау босанып шығып, бағана кісіге барады ғой. Сіз маған жол көрсетіңіз. Ол кісі Шам жақты сілтейді. Білесіздер, Шам 5 мемлекеті. Иордания, қазіргі Сирия, Палестина, Израиль, сосын тағы біреу бар еді ғой бізде. Ливия ма? Осы 5 мемлекеттің тұрған жері Шам жері деп айтады. Сол Шам жаққа жұмсап